Картинаны реставрациялау, яғни өңдеу жұмыстары 17-18 ғасырда белең алған екен. Бүгінде картинаны реставрациялау ірі өнерге айналды. Тарихта ерекше орын алған суреттер реставрацияланып, халыққа жаңа реңкпен сұнылуда. Ал Қазақстанда картинаны реставрациялау қалай дамып жатыр? Тілшіміз Жантас Тұран тақырыпты кеңінен тарқатады. Бұл Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінің құнды жәдігері болып саналады. Картина 17 ғасырда жазылған, авторы белгісіз. Туындыда патша Федор Алексеевичтің образы бейнеленген. Картинаның ескіргені соншалық тез арада қайта өңдеу жұмыстарынан өткізбесе, мүлдем жарамсыз болып қалуы ықтимал дейді мамандар. Жұмыс енді кенептері бәрі тозып қалған, шеттері жетілған, ар жақ беті де арты кенептің арты кір сондай тозып кеткен. Ал бергі беті көріп тұрсыздар, краскалар бәрі жан-жағында кетіп барады. Енді барлығын рет-ретімен айтайық. Алдымен көне картинаны қайтадан қалпына келтіру үшін папирос қағазы, арнайы желім, қолмен қыздыратын үтік, сосын арнайы мынандай таяқша іспетті құрал қажет. Желім демекші бояуды барынша жібітіп, жарылған тұстарын біріктіру үшін құрамына бал қосылған желімді пайдаланады. Үтікті балды кептіру үшін қолданады. Мына жұмыстың бәрін, осы бергі бетін бәрін сол жаңағы жұқа қағазбен, жаңағы сіздер көрген сияқты, көргенден де жылы өтік, суық өтікпен бәрін әбден бетін жұқа қағазбен жауып тастаймыз. Соны әбден кепкеннен кейін бұны пресқа салып қоямыз. Престелгеннен кейін арнайы жақтауға кенепті керіп тастайды. Одан кейін негізгі жұмыс басталады. Демек, майлы бояумен өңдеу. Менің қолымда Абай Құнанбаевтың портреті салынған картина, авторы белгісіз. Бұл туынды Қызылорданың өнер мұражайына тиесілі. Сол жақтың өнер ұжымы осы Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайының картиналарды қайта өңдеу бөліміне жіберген. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, картинаның алғашқы түр сипаты, яғни реставрацияға дейінгі кезеңіндегі қалпы. Ал енді мынау реставрацияның барысын арнайы фрагмент ретінде фотосуретке түсіріп алған, өйткені бұл реставрациялау барысының негізгі технологияларының бірі. Қай жері өңделді, сол жерді міндетті түрде фотосуретке түсіріп алып отыру керек. Мынау яғни барысы реставрациялаудың. Ал енді мынау реставрациядан кейінгі, яғни картина қайтадан өңделіп, аяқталып, Қызылорда өңіріне қайтадан жіберілді. Қазір сол жақтың өнер мұражайының залында ілулі тұр. Оны бәрін сезіммен жасау керек. Мына авторлық бояумен сөнген екеуі бір-бірісі шатақты болмасын. Сол ең соңғы процесіміз сол тонирование. Майлы бояумен мына краскалардың бәрін жіңішке кисточкамен, бірінші, екінші номермен. Кескіндеме өнері тек майлы бояудан тұрмайтыны белгілі. Мысалы, 1942 жылы басылған графикалық жұмыс қалай өңделеді? Графикалық туынды кенепке жазылмайтынын білеміз. Арнайы баспа өндірісіне сәйкес келетін тығыздығы қатты арнайы қағаз қолданылады. Сондықтан бұл жерде бояу емес, керісінше басылып шыққан қағаз өңделеді. Процесс барысы ықтияттылықты талап етеді. Бұл жерде қайта өңдеу барысында тазалау үшін микроскопты пайдаланады. Өйткені түпнұсқадағы жұмыстарда бірде-бір ақау болмау керек. Кез келген реставраторшы ең алдымен шыдамды, сезімтал, ойлау қабілеті жүйрік, қолы епті және жылдам шешім қабылдай білу керек. Ең бастысы эстетикалық және көркемдік талғамы озық болуы тиіс. Бүгінгі таңда елімізде кескіндеме өнеріне қатысты арнайы реставратор мамандарын тек қана Темірбек Жүргенов атындағы ұлттық өнер академиясында даярлайды. Оның өзінде студенттер оқу жаттығуларын осы Қастеев атындағы өнер музейінде өткізеді. Реставрация орталығының жетекшісі Гүлжан Қалдыбаеваның айтуынша, реставратор болу үшін кәсіби біліктілік жылдар бойғы тәжірибеден кейін барып пайда болады. Өйткені құны миллион тұратын картинаны қайта өңдеу үшін 5 жыл көлемінде алған біліміңіз жеткіліксіз. Осы сала бойынша елімізде білікті мамандар әлі де қажет. Жетіспей деп айтсам да болады. Біздің реставрация орталығын Қазақстандағы жалғыз ұстахана десем, артық айтқаным емес. Бізде өте тәжірибелі реставраторлар қызмет атқарады. Олардың бір қатары қазір зейнетақы жасында. Біздегі мамандардың тәжірибесі жоқ дегенде 40 жылдан кем емес.
Негізінде бір картинаны қайта өңдеу жұмыстарынан өткізу үшін кем дегенде 2 немесе 3 ай қажет. Алайда ені 13 метрден тұратын жұмыспен мамандар 8 ай көлемінде айналысқан. Нәтижесі Қастеев өнер музейінің ұжымын тәнті етті. Өткен жылы музейдің 80 жылдығына орай реставраторлардың жұмысына арналған үлкен көрме ұйымдастырылды. Онда 16 ғасырдан бастап 20 ғасырға дейінгі аралықты қамтитын өнер туындылары көрермен назарына ұсынылды. Жантас Тұран, Нұрлан Досмағамбетов, Жаңа күн.